Бүгін біз налоговыйға қарызымыз бар ма жоқ па соны тексеретін боламыз. Кез келген заңды тұлға үшін және жеке тұлға үшін тексере берсеңіздер болады. Ең оңай способы, ең оңай тәсілі осы. Ол үшін интернет браузеріңізден kgd.gov.kz, яғни соткамен тексерсеңіздер де болады. Яғни КГД дегеніміз бұл жерде комитет госдоходов, яғни кірістер органы. Енді осы сайтқа кіргеннен кейін мына жерде міне электрондық сервистер, электрондық қызметтер таңдаймыз. Осы жерде бізге керекті салықтың берешегі жоқ бар екендігі туралы мәліметтер. Осыны басамыз. Осы кезде міне бізге осындай шығады, іздеу дейді. Енді шықты. Есебі, так, ЖСН. Осы жерге ЖСН-ді жазамыз. Кімдікін тексеріп жатсыз, соныкін жазасыз. Яғни робот дегенді басасыздар. Одан кейін іздеу. Міне, сразу шығады. Салық төлеуші Төребек Фариза, берешек қорытындысы, яғни 424 теңге қарызы бар екен осы кісінің. Мысалы, ол ненің қарызы екен? Оны білу үшін толығырақ дегенді басамыз мына жерде. Сол кезде бізге ненің қарызы сол шығу керек қазір. Бұл жерде менікі демек ол үйдің салығы болуы мүмкін. Жеке жайдың, яғни жеке мүліктің салығы болуы мүмкін. Өйткені менде өзім білем, ондай міндетті әлеуметтік төлемдерде ешқандай қарызым жоқ екенін туралы білемін. Демек менде ол мүлік салығы, яғни үйдің салығы болып тұр. Солай білесіздер. Келесі видеода қалай төлеу керек екенін, кез келген салықты қалай төлеу керек екенін үйренетін боламыз. Әсіресе жеке үйдің салығын үйренетін боламыз. Міне осылай тексересіздер, бәрі шығып тұрады. Егер де сіздікі пеня болатын болса, тоже ол да шығып тұрады, барлығы шығып тұрады. Пеняны да осылай тексересіздер. Егер қандай да бір пенсионкадан, социальныйдан немесе медстрахованиядан пеня жүрген болса, сізде ИП-дан, егер жеке кәсіпкер болсаңыз, онда ол да шығады. Егер жеке кәсіпкер емес болсаңыз, сіз үйіңіз атыңызда үй болатын болса, машина болатын болса, барлығының салығы осы жерден шығып тұрады. Қанша қарыз екеніңізді осы жерден тез-ақ көре аласыз.